Күнде бал қосылған су ішсеңіз не болады? Күнде бал қосылған су ішсеңіз ағзада қандай өзгерістер болады? Оны қай кезде және қалай ішкен пайдалы? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бал қосылған су иммунитетті қатайтады. Бал антибактериялық және қабынуға қарсы қасиетке ие. Ол инфекциялармен күресуге және иммунды жүйені қатайтуға көмектеседі. Бал қосылған суды жүйелі түрде ішу ағзаңызды қатайтуға көмектеседі және оны түрлі ауруларға төзімдірек етеді. Бал қосылған жылы су тамақты жұмсартуға, жөтел белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Мұндай сусын тұмау белгілерін жеңілдету үшін халықтық емде жиі қолданылады. Энергияны арттырады. Балда фруктоза және глюкоза секілді табиғи қант бар. Олар ағзаға энергия көзін береді. Сондықтан таңертең бал қосылған су ішу күні бойы сергек және жақсы көңіл күймен жүруіңізге ықпал етеді. Тері саулығы. Балдағы антиоксиданттар бос радикалдар әсерін азайтуға көмектеседі және терінің сау болуына ықпал етеді. Ас қорытуды жақсартады. Бал ас қорытуды ынталандыруға және іш қату белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Ауыр тамақтан соң бал қосылған су ішу жағымсыз сезімді азайта алады. Бал қосылған суды аш қарынға ішкен пайдалы ма? Бал қосылған суды аш қарынға ішкен пайдалы. Ол ас қорытуды іске қосады және асқазанды тамақ ішуге дайындайды. Сондай-ақ ол күні бойына энергия сыйлайды. Бірақ оны аш қарынға ішу бұл сусынды ішудің жалғыз әдісі емес. Бал қосылған суды басқа уақытта да ішуге болады. Мысалы, оны ұйықтар алдында да ішуге пайдалы. Себебі бал ағзаны тыныштандыруға көмектеседі және ұйқының сапалы болуына ықпал етеді. Сондай-ақ бал қосылған суды күндіз де сергітуші сусын ретінде ішуге болады. Бал қосылған су жылы күйінде ішу керек пе? Иә, жылы күйінде ішу жағымдырақ. Ол ағзаны босаңсытады, ас қорытуды жеңілдетеді және тамақты жібітеді. Әсіресе тұмауратып қалғанда оны жылы күйінде, ыстық емес, ішкен жақсы. Алайда бұл міндетті емес. Балды салқындау суға қосуға да болады. Сізге ұнайтын температураны таңдаңыз. Бал қосылған су ішетін кезде мына нәрселерді ескеріңіз. Сапалы бал таңдаңыз. Сіз қолданып жүрген бал сапалы екеніне көз жеткізіңіз. Оны сенімді жеткізушілерден алыңыз. Мөлшерімен қолданыңыз. Бал калориялы өнім. Оны көп мөлшерде қолдану артық салмаққа әкелуі мүмкін. Және де балды 1 жасқа дейінгі балаларға бермеңіз. Бал аллерген өнім болғандықтан оны 1 жасқа дейінгі балаларға бермеу ұсынылады. Ал 1 жастан асқан соң баланың рационына бал қосылған су қосқыңыз келсе, оны педиатрмен ақылдасыңыз және балды рационға қалай қосу керегі жайлы кеңес алыңыз. Бал аллергенді өнімге жатады. Сол үшін алдымен оған аллергияңыз жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз. Ал су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Біріншіден, ағзаңыз тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екіншіден, көңіл күйіңіз жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесін жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшіншіден, жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйытарының түзілуіне пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Төртіншіден, асқазан ішек жолы ауруларының алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбінесе асқазандағы жоғары қышқылдылықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Бесіншіден, зат алмасуды жылдамдатады. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын
реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау өте маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға арттырады. 6-дан тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. 7-ден шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негативті түрде әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болуы үшін жеткілікті түрде су ішу керек. 8-ден бүйрек ауруларының алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алуға болады. 9-дан иммунитетті нығайтады. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитеттің жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етіп, ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі екен. Ал сіз таңертеңгісін аш қарынға жылы су ішесіз бе, және оған бал қосқанды ұнатасыз ба? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.